Түркияға көрсетіліп жатқан қайырымдылық шаралары әлі де жалғасуда. Бұл жолы белсенділер қатарына Шу ауданында қосылды. Олар екі жүк көлігіне тиелген 45 тонна гуманитарлық көмек жөнелтіп үлгерген. Группа начиналась с узкого круга. Басында бұл көмекке достарымыз атсалысты, кейін туыстар бірікті. Бір тәуліктің өзінде 5,5 миллиондай жиналды. Кейін басқа да белсенді топтар атсалысты. Уақыт өткен сайын бұл сандар көбейді. Бізге генераторлар мен жылытқыштар, көрпелер мен киімдер керек деп айтты, және де балалардың жаялықтары керек деді. Қазірде бізде бұл керек жарақтың барлығы бар. Бұл атаулы шараны ұйымдастырушы кәсіпкер Умар Алиев Түркияда болған апаттық жағдайға байланысты зардап шеккен тұрғындарға көмек беру үшін көпшілікті қайырымдылық жасауға шақырған. Әрі бұл игі істі жұртшылықта қолдай кеткен. Вот мы сегодня выехали. Хотел бы поблагодарить. Біз міне жолға шықпақпыз. Барша Шу ауданының тұрғындарына рахмет айтам. Осы көмекке атсалысқан әр адамға мың алғыс. Бұл игі іс бізге деген сенімдеріңіздің арқасы. Әсіресе Бақытжан Жәнібекұлына ерекше алғыс айтам. Шудан шыққан бұл автокеруен Жамбыл облысының 14 қайырымдылық керуенімен бірігіп Алматы қаласының әуежайына жол тартты. Жолдан бізге Тараздан 14 фура шыққан болса, жолдан 2 фура міне қазір Шудың бауырларымыз қосты. Қазір данный 16 фура болады. Тағы да бізде біздің алдымызда кетіп қалған фураларымыз бар. Общий самамен есепке алсақ, бізде 25 фураға шын барады қазір. Тараздан шыққан фуралардың салмаға 400 тонна біз продовольство алып баратырмыз. Дәулет Мұхитұлы, Мейіржан Ерболатов, Аймақ.